облыс кәсіпкерлері үшін жағымды жаңалық. Бизнестің жол картасы 2020 кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың біртұтас бағдарламасы аясында гранттық қаржыландыру үшін конкурсқа қатысуға өтініштер қабылдау басталғандығын жариялаймыз. Оған ісін енді бастаған және жас кәсіпкерлер, мүмкіндігі шектеулі азаматтар және 50-ден асқан азаматтар қатыса алады. Армысыздар, эфирде бизнес бағдары хабары және оның жүргізушісімен Балдырған Мамен. Биыл облыстық онкология орталығында паллиативтік көмек көрсететін 15 төсек орындық бөлім ашылды. Қазіргі таңда бұл жерде 12 науқас ем алып жатыр. Мереке қарсаңында облыстық кәсіпкерлер палатасы жанынан құрылған іскер әйелдер кеңесінің мүшесі Диана салонының иесі Жұлдыз Нұржанова қызметкерлермен барып, хосписте ем қабылдап жатқан қыз келіншектермен шашын сәндеп, макияж жасап, мерекелік көңіл күй сыйлады. Үстіміздегі жылдың 5 қаңтарында облыстық онкология орталығы жанынан паллиативтік қызмет көрсететін 15 төсектік орталық ашылды. Паллиативтік бөлім инкурабельді онкологиялық науқастарға симптоматикалық ем жүргізуге, ауырсынуды басудың қажетті емін таңдау жасауға, оларға күтім жасауға, медициналық әлеуметтік қалыпқа келтіріп жүргізуге және олардың туысқандарына ауру кезінде және туғаннан айырылған жағдайда психологиялық көмек көрсететін бөлім. Паллиативтік көмек бөлімін ашуға облыстық әкімдік, облыстық денсаулық сақтау басқармасы үлкен көмек көрсетіп, сонымен 15 төсек орындық паллиативтік көмек бөлімі ашылып отыр. Бұл көмек бөлімі жылдың аяғына дейін 30 төсек орынға көбейту қарастырылып отыр. Осы паллиативтік көмек бөлімінде 4-ші сатысындағы үй жағдайында ем алатын науқастар осы паллиативтік көмек бөлімінде ем алады. Бізде оған медициналық көмектен басқа науқастарға психологиялық көмек көрсетіледі. Науқастардың туыстарына да психологиялық көмек көрсетіледі. Одан басқа бізде жаңағы өздерінің діндеріне байланысты жаңағы мұсылман болса мұсылман дінінің адамдары, христиан дінінің адамы болса христиан дінінің адамдары да келіп осы науқастармен бізде жұмыс жасайды. Хоспис ашылысымен қызылордалық кәсіпкерлер материалдық көмек көрсету акциясын ұйымдастырды. Меценаттар жаңадан ашылған орталыққа жұмсақ медициналық жиһаз, жұмсақ жабдық, тұрмыстық техника, жүру арбасы мен бесік арбалар және басқа да көптеген заттар әкелді. Ас үй бөлмесін жабдықтады. Сонымен қатар дәрігерлердің қамқорлығындағы жандар үшін сос браслеттерін сатып алып берді. Аталмыш білезіктің ерекшелігі ауру өзіне медициналық немесе басқадай көмек керек болған жағдайда қолындағы тетікті басса болды, көмек беруші медициналық қызметкерлер дереу жетеді. Орталықтағы емделушілер де бұл құрылғының өте ыңғайлы екендігін айтады. Халықаралық әйелдер күні құтты болсын, елімізге бейбітшілік әкелсін, бақыт әкелсін, ауыршылық әкелсін. Мұны бізге салып берген ғимараты больница қандай керемет. Емделіп жатырмыз. Өте таза, ауасы биік. Адамдардың бәрі мейірімді, врачтарымыз қандай адал қарайды. Мына қолымыздағы тағып қойған сағат білезігіміз. Осын бассақ, бәрі жетіп келіп тұр заматының уақытында. Бұл қайырымдылық акциясына облыстық іскер әйелдер кеңесі мүшелері де қатысты. Олар хосписке үй жағдайындағыдай жылылық ұялату үшін орталықтың ішін гүлге көмкеріп, қабырғаларына суреттерілді. Одан бөлек іскер әйелдер кеңесінің келесі мүшелері әйелдер мерекесі қарсаңында хоспистегі нәзік жандарға бизнес жайлы кітаптар тарту етті. Мерекелік көңіл күй сыйлады. Онкология орталығының жанында хосписке біз Атамекен ұлттық кәсіпкер палатасының жанындағы іскер әйелдер кеңесінің атынан келіп отырмыз. Осы хосписте жатқан әйелдерді 8 наурыз мейрамымен құттықтауға келіп жатырмыз. Осы жақта жатқан әйелдердің мейрамы құтты болсын, денсаулықтары мықты болсын. Өзіміздің іскер әйелдер кеңесінің жаңағы мүшелері келіп жатыр осы жерге. 8 наурызға арнайы осы әлеуметтік жобаны біз жүзеге асырайын деп жатырмыз. Соның бірі жылу тарату деп аталады. Сол жоба бойынша Жұлдыз Избасар деген кәсіпкер әйел
Диана сұлулық сәннің егесі осы іште жатқан әйелдерге тегін укладка жасап беріп жатыр, және де тегін макияж жасап беріп жатыр. Диана сән студиясының қыздары паллиативтік көмек бөлімінде жатқан қыз-келіншектерге жылу тарат қайырымдылық акциясын ұйымдастырды. Олар хосписте ем алушылардың шаштарын әрлеп, макияж жасап бір серпілтіп тастады. Ондағы мақсат жанына дауаз деген жандарға демеу болып, сәлде болса көңілдерін көтеру. Сегодняшний наш визит – это благотворительная акция. Бүгін біз онкологиялық орталықтағы әйелдерге қайырымдылық акциясы аясында жылулық пен мейірімділік сыйлауға келіп отырмыз. Біз тегін макияж бен шаш үлгісін жасап, мереке қарсаңында қыз-келіншектердің көңілін көтергіміз келеді. Алдағы уақытта да бұл акция өз жалғасын табады. Радовать вас этими новыми, своими тенденциями. Өмірдің сынағына төтеп беріп, қиыншылықтарды жеңіп келе жатқан нәзік жандар мерекеге орай өздеріне көңіл бөліп, ойларын сергітіп сыйлық жасаған Диана салонының қыздарына алғыстарын жеткізді. Онкологическое отделение деген қанша кісілер емделіп шығып жатыр, Құдайға шүкір емделіп жатырмыз. Еміміздің шипасын берсін деп жатырмыз. Сіздерге үлкен рахмет, келіп көңілімізді көтеріп, ертең жақында халықаралық әйелдер үлкен Наурыз мерекесі келе жатыр. Сол мерекеге шамалда болса бізге көңілімізді аулап, осы ұжымдарға үлкен рахмет, кәсіптеріңізге береке берсін. Мереке қарсаңында іскер әйелдер кеңесінің келесі мүшесі Алма Әбенова қызылордалықтарға үлкен тарту жасады. Ол шаһарымыздың орталығынан харизма, сән мен талант академиясын ашты. Сюжетке назар аударайық. Адамның талғамы бүгінде шексіз. Жарасымды киіне білу және өзіндік стиль қалыптастыра білу бүгінгі күннің талабы. Міне осындай ерекшеліктерді ескерген табысты кәсіпкер Алма Әбенова харизма, сән және талант академиясын ашты. Таланттар академиясы бұл қосымша кәсіби білім беру орталығы. Олар қазіргі заманғы билер мен шейпинг мектебі, дизайн мектебі, телешеберхана, ас әзірлеу мектебі, шығармашылық және сән мектебі бағытында жұмыс жасайды. Сән және талант академиясының ашылуы қызылордалықтар үшін үлкен жаңалық болды. Ашылу салтанатында сән агенттігі түлектерінің және олардың кішкентай ізбасарларының сәнді киімдер көрсетілімі, суретші Дәулетбек Ділдәбектің шеберлік сағатын өткізді және мереке барысында ұтыс ойындары ойнатылды. В Академии талантов моды и харизма такие направления есть, как школа модели. Харизма сән және талант академиясында сән мектебі, дизайн мектебі, ас дайындау мектебі және телешеберхана бар. Біздің академияда балалар 3 жастан бастап оқи алады және ересектер де келуіне болады. Олардың басқа қалалардағы түрлі сайыстарға қатысуларына мүмкіншіліктері бар. Также за пределами нашего города. Иә, балалардың кішкентайынан тұлға болып қалыптасуына негіз болып, талантын тауып, оны әрі қарай дамытуға бағыт-бағдар беруді жоспарлап отырған бұл академияның алдағы жоспары да ауқымды. Ендеше балаңызды жан-жақты етіп тәрбиелеп, оның болашағына дұрыс бағдар бергіңіз келсе, харизма, сән және талант академиясы сіздердің балаларыңызға кәсіби сабақ өтуге дайын. Айта кетейік, қызметтер ақылы көрсетіледі. Бүгінде қазақ әйелінің қоғамдағы ықпалы да аз емес. Денсаулық, білім, экономика, мәдениет саласының жілік-жілігін шағып, тізгінін түзу ұстап жүрген әйелдердің қай-қайсысы да белсенді қызмет кешуде. Олар үйде берекелі ана, сүйікті жар болса, саясат пен билікте абыройлы басшы, шебер маман. Олай болса, осынау асыл жандарды 8 наурыз халықаралық әйелдер мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ардақты аналар, аяулы арулар, сіздерді көктемнің күлімдеген нұрлы шуағымен бірге адам жанын жадыратар ұлы мереке 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Әйел ана, әйел тіршіліктің тұтқасы, нәзіктік пен көркемдіктің, мейірімділік пен парасаттың мәні де сәні де әйел аналар.
Әйелдер үйде отбасының ұйытқысы, берекесі, алтын діңгегі болса, іргелі істерімізде біздің қолдаушымыз, ең мықты тірегіміз. Тек мереке күндері ғана емес, барлық уақытта да әйел аналарымызға құрмет көрсету біздің парызымыз. Қымбатты аналар, қыз келіншектер, қарындастар, көктемнің тамаша мерекесімен сіздерді құттықтай отырып, баршаңызға мықты денсаулық, мол бақыт, отбасыларыңызға бақ береке тілеймін. Бай болу үшін кәсіп керек, ал кәсіп болу үшін бизнес сауаттылық қажет. Әрдайым ізденісте болайық. Келесіде жүздескенше.